Что-то вообще ұйқым қанған жоқ. Ұйқы қану деген бір сұмдық болды ау тегі. Таңертең тұрсаң, түні бойы жұмыс істеген адам сияқты тұрасың. Ұйқың қанбай, жұмысқа баруға желание жоқ. Қалай ұйқыны қандырсақ болады осы? Әлде ұйықтататын дәрі ішеміз бе, қайтеміз? Ұйықтаған кезде адамның миы демалады деп жатамыз. На самом деле, былай қарасаңыз, ми демалмайды. Особенно ерекше адам ұйықтаған кезде ми демалмайды мүлдем. Наоборот, именно ұйқы кезінде ми өте активный болады. Әрбір нейрондары, әрбір нүктелер, әрбір клеткалар жұмыс жасай бастайды. Егер олай жұмыс жасамаса, бізге түс қайдан шығып жатыр? Түс қайдан келеді? Әрине, бізге түсімізге кіретін барлық әртүрлі образдар, әртүрлі былай айтқанда түстер дейміз ғой, түрлі сан мыңнан образдар, оның барлығы өзіміздің көрген білгеніміз, тәулік бойы жинаған, көріп жүрген нәрсе материалдарының барлығы өзімізге не болып келеді, яғни ұйықтаған кезде түс болып кіретін болады. Ұйқы екі типқа бөлінеді. Яғни терең ұйқы, қатты ұйықтап кеткен кезде, немесе медленный сон дейміз, яғни жай ұйқы. Терең ұйқыға адам қашан кетеді? Өздеріңіз білесіздер, шаршап деген кезде қатты терең ұйқыға кетесіздер. Бірақ не болады? Таңертең тұрған кезде ұйқы қанбайды. Ал медленный сон дейміз, ол жай сон, былай айтқанда жай ұйқы. Ол ақырындап этаппен бірінші көз жұмылып, кішкене аяқ қолдар созылып дейтіндей. Сол кезде не болады? Ақырында бір сағаттың ішінде адам ұйықтайды. Вот сол медленный сон, яғни жай ұйқының кезінде, таңертең тұрған кезде адамның ұйқысы қанатын болады. Не үшін олай? Бірінші мәселе. Ол адамның мынау жүрген жалпы барлық клеткалары тырысып болған болады. Мынау жұдырық көріп тұрсыз ғой. Жұдырық қатты қыссаң барлық денең тырысады. Дәл сол сияқты адамның денесі босамай тұрады. Сол адамның ұйықтаған кезде адамның денесінің барлығы босап, яғни барлық мышцалар босайды, солай ұйқыға кетеді. Енді келесі мәселе, адам ұйықтаған кезде қалай жату керек? Әрине көп факторлар керек. Яғни жатқан жастығы өзіне ыңғайлы болу керек. Жатқан төсегі өзіне ыңғайлы болу керек. Үстіне жамылатын көрпе немесе одеял дейміз, соңыз удобный болу керек. Жатқан кезде ең главный мәселе аяқ қолды созып барынша тыныс алуды әрекет ету керек. Ал құрметті достар, бүгінгі жаттығуымызды онда бастаймыз. Көп уақытты кетірмей. Және де бүгінгі жаттығуымыз бағана айтқанымдай, қалай терең ұйқыға кету, немесе қалай таңертең тұрған кезде ең басты мәселе ұйқыны қандыру. Олай болса, бізге главный бір бокал ыстық сумен, қайнаған ыстық сумен бір кәдімгі қасық керек. Яғни столовая ложка дейміз, яғни ас қасығы, үлкен қасық керек. Осы бір кипяток суды аламыз. Бір кипятокты мына бокалға құйып, бір стакан немесе бокалға құясыз. Одан соң араластырып, қасықты ыстып аламыз. Яғни ыстып аламыз. Бір 3-4 секунд, әлде 5 секунд тұрған кезде өзі қасық ысый бастайды. Одан соң не істейміз? Ақырындап аламыз. Ыстық қасық, қолды ұстап көреміз. Күйе ме, күймей ме? Күймесе, кішкенде ыстық болып, бірақ қолыңыз күймесе, басамыз. Бірінші очередь басатын жер мына мұрыннан басталады. Оң жақтан бастаймыз. Басып тұрамыз, басып, қасық суығанша басамыз. Кейін келесісі тағы бір ыстық суға малып аламыз, ыстық суға салып, екінші жақтан, сол жақтан бұлай басамыз. Қасық суығанша ұстап тұрамыз. Енді келесі тағы да ыстық суға саламыз. Ыстық суға салып тұрып, маңдайымыз мына тура ортасына басамыз. Қасық суығанша басып тұрамыз. Келесі тағы да саламыз суды. Байқаңыздар, су
суып қалмау керек, былай айтқанда. Сол себепті мына қасықты батырған еді, қасықты ысытып алып, қолға күйе ма, күймей ма, соны тексеріп көріп, мына оң жақтағы құлақтың астына, мына жерге басамыз. Басып тұрамыз. Қасық суығанша басып тұрамыз. Келесі тоже тағы бір рет қасықты саламыз, ысытамыз, және де мынау сол құлақтың астынан қоямыз. Мына жерге көрініп тұр ғой, сол құлақтың астына салып басып тұрамыз. Осыны 3 минут бойы жаттығу жасап, қайталайсыз 3 рет. Сол бірінші оң жақтың мұрнының шеті, екінші мына сол жақтың шеті, үшінші мынау ортасы. Төртінші оң құлақтың асты, бесінші сол құлақтың асты. Осы процедураны именно ұйықтар алдында жарты сағат бұрын істеу керек. Ол қалай істелінеді? Бағана айтқанымдай, жататын жеріңізге кішкене апарып қоятын болсаңыз, ыстық сумен, бір стакан сумен, мынау кәдімгі ас қасығын алып барып қоясыз. Осы қасықты ысытып, сол әрбір точкаға қоясыз. Бұл точкалар тибет тілінде сиан деп аталады, яғни ұйқы точкалар деп аталады. Сол ұйқы точкаларын басу арқылы таңертең тұрғанда сергек болады. Қалай болады? Ол просто точканы басып, адам сергек болды деген сөз емес қой, мысалға. Көп адам, әрине, көп адамның пікірі әртүрлі. Ой, қойшы, мына қасықтан адам деген ұйқың қанамай екен деген жоқ, ондай емес. Ең главный мәселе бұл жерде, басты мәселе сол точкалар дұрыс басу болып тұр ғой. Именно мына жерде точка болады, именно мына жерде, тура мына шекеде, ортасында, құлақтың астында, мына құлақтың астында. Осыны 3 рет айналдырып, круг бойынша 3 рет айналдырған кезіңізде жатасыз, аяқты небәрі созып, денеңізді жайбарақат ұстап, яғни расслабленно дейміз ғой, одан кейін кішкене ұйқыға кетесіз. 3 күн қатарынан осы процедураны жасайтын болсаңыз, 4-ші күні, Алла қаласа, уже ұйқыңыз таңертең тұрғанда қанып тұратын болады, әрі сергек болып тұратын болады. Ең басты күніңіз сәтті өтетін болады, ағайын. Мынау сіздерге осы жаттығулар қызық болды деген үміттеміз. Және де мынау осы жаттығуларды дәлме-дәл қайталайтын болсаңыз, алдағы уақытта еміңіз тек қана дәріден емес, именно осындай жаттығулардан болатын болады. Құдай қаласа, сол себепті мынау бағана біздің каналымызға, яғни Тибет каналына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий басыңыздар. Не үшін? Алдағы жаттығу қойылатын видеоларды өткізіп алмау үшін. Өте пайдалы және де керекті жаттығулар болады. Өйткені Тибет медицинасы өте дамыған медицина, білесіздер, орта ғасырлардан, яғни бұрынғы заманымыздан бері келе жатқан дәрі-дәрмексіз. Біз именно сол терапия дейміз, яғни мануальный терапияны Қазақстанға алып келіп, жалпы қазақ тілінде үйретіп жатқан жеріміз бар. Сол себепті біздің каналымызға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта көріскенше сау саламат болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын.